11 Федерико Вальвердесі бар команда жеңіске жете ме, әлде 11 N'Golo Kantесі бар команда ма? Бірақ бүгін Манчестер Сити 11 емес, жалғыз Вальверденің өзіне төтеп бере алмай, оған хет-трик жасауға мүмкіндік беріп қойды. Сұмдық па? Сұмдық. Ойыннан кейін Терри Анри көкеміздің мына сұхбаты қатты ұнады. Реалдың Ситиді бұлай жеңетін ешкім күтпеді. Ал Вальверденің хет-трик жасайтын тіпті ешкім болжай алмайтын еді. Егерде біреу дәл осыны болжадым деп жатса, ол өтірік айтып жатыр деп уругвайлықты бір мақтай түсті. Одан бөлек Реал Мадридтің Чемпиондар лигасында мүлдем басқаша ойнайтынын атап өтті. Егерде мен Реал Мадридтің жейдесін киетін болсам, бәлкім шашым өсіп кетер деп қалжыңдай түсті. Расымен де чемпионатта ойламаған жерден әлсіз командадан жеңіліп, ертесіне алып командаларды тасталқан ететін ол әрине тек Реал Мадрид қана. Тіпті мен өзім чемпионаттағы нәтижесін көріп, ертең нақты ұтылады деп болжам жасасам, болжам деген сөзді шығарған кісі маған бір ренжіп қалатындай. Көп мұжымай матчқа келейік. Сіздермен бірге желаяқты әнашенеді оның жүргізушісі мен Беклан. Маған қолдау ретінде видеома лайк басып, арнаға тіркеле кетіңіздер. Ерінбеңіздер, ол мен үшін үлкен шабыт. Баршаңызға респект. Nice. Сегізде бір финалдық турде Мадрид қаласында Реал Мадрид пен Манчестер Сити командасы кездесіп отыр. Екі команданың құрамына назар аударайық. Жалпы әр команда өз мықтыларын шығарды деп айта алмаймыз. Мысалы, Реалдың мықтылары Алаба, Беллингем, Себалес, Милитао, Мбаппе, Родриголары лазаретте жатса, Ситидің мықтылары Мармуш, Фоден, Ширкелер қосалық құрамда отыр. Ал көрші ел батыры Абдуқадир тағы да өзінің ұнатпайтын позициясында, яғни орталық қорғаушы емес, оң қаптал қорғаушысы. Матч басталды. Ойын қарқын бірден шабуылдармен басталды деп айта алмаймын. Ситидің ырғағына сай баяу, допқа иелікпен жалғасты. Тек ара-арасында ғана екі жақ аздап шабуылдарын жасап қояды. 20 минутта ешкім күтпеген жерден Куртуа оң қапталда тұрған Вальвердеге әуелетіп пас шығарды. Уругвайлық Доннарумадан өтіп, ашық қақпаға теуіп матч есебін ашады. Куртуа осы маусымда 2 ассист жасап отыр. Біріншісі білесіздер, Қайратқа қарсы ойында Мбаппеге бергені. Ал екіншісі міне осы. Бұл салыстырмалы түрде Кейн, Мбаппе, Витинья, Мартинес, Дембеле, Салах, Рафиньялардан көп. Өте қызық гол. Қателікке толы гол. Қандай қателіктер болды? Вальвердені ұстап тұрған Нико Орайли бір сәтке ұйықтап қалғандай доп қашықтығынан қателесіп допты қарсыласқа беріп қояды. Сондағысы, бір-екі қадам алдын ала есептеп қойғанда Вальверде мұнда мүмкіндікке ие болмас еді. Ситидің қақпашысының еш кінәсі жоқ. Ал ортадағы Рубен Диаш өте баяу жүріп, гол бәрібірде кірді ғой деп қолын сілтегендей. Әйтпесе көріп тұрғанымыздай соңғы сәтте жылдамдығын қосқан кезде оп-оңай голдың бетін қайтарады екен. Ал ар жақтағы Хусанов жайлы айтпай қояйын. Тым алыста. Бәлкім Усейн Болт секілді жүгірсе ғана жетіп қалар, бірақ енді ол тіпті жай ғана қиял. Маған қызығы соңғы ойындарда Орайлидің позициясында дәл осы қаптал қорғаушысына Аке мен Нури шығып жүреді де, осындай маңызды ойын болғанда осы жігіт шығады. Нәтижесінде баға беретін орталықтар бұл қорғаушыға өте төмен баға қойды. Осы ойынға дейінгі ойында да өте нашар баға алған. Сонда не болды? Білмей тұрмын. Осыдан бір басам. Мәсідерге жалынбасын. Жарайды, келесі сәттерге өтейік. 27 минутта Куртуа қайтадан ойынды бастап берді. Арғарай Брайан Диас Винисиусқа. Бразилиялық өзінің көрші елдес бауыры Вальвердеге басқаша пас береді. Бірақ сол берген пасы қарсыласқа тиіп, бағытталған адамына, яғни Вальвердеге тіпті жақсы келе қалды. Нәтижесінде соққы және гол. Сәттілік жолдас болғай деп осыны айтты. Әрине, сосын тебушінің шеберлігі. Қандай қателік болды? Жалпы Ситидің қорғанысы шашылып қалды ғой. Кім кімді жабарын білмей жүр. Соңында барлық жүк тағы да жас бала Орайлиге түсті. Сәл белсендірек, еті тірі адам секілді жұлқынып алып қоюдың орнына допты жай асықпай көзбен шығарып салды. 42 минутта Куртуа тағы да допты қолмен бастап берді. Хусанов пен Винисиустың дуэлі жерде жатқан Хусановпен аяқталды. Азамат, саған не болды? Азамат, айтсаңшы.
әлде құлап қалдың ба? Ал Вини ары қарай шабуылды жалғастырып, Брайм Диастың сиқырлы пасы Вальвердені тауып алуына көмектесті. Уругвайлық бұл жолы тіпті өзін Роналдиньо сезінгендей ерекше өтіп хэт-трик авторы атанды. Не деген әдемі гол. Топты барынша өзіне ыңғайландырып алды ғой. Тамаша. Қол шапалақтауға болады. Ал бұл жолы не болды? Мен түсінем, доп Браймның аяғында болғанда барлығы тосып тұр. Себебі оның дриблингі мықты. Өтіп кетуі мүмкін. Бірақ сендер жалғыз тұрған жоқсыңдар ғой. Бүкіл команда болып күзетудің қажеті жоқ шығар. 3 адам бірдей барса тіпті алдауға не пас беруге мүмкіндік болмайды. Жарайды, 3 адам емес, жалпы бір адам барса, ар жағында 2 адам қорғап тұрады. Алайда олар сол күтіп тұрды. Алдарында прайм кезіндегі Месси тұрғандай. Соның кесірінен қарсыласы асықпай ойланып Вальверденің жүгіргенін күтіп пас берді. Ал не дейміз? Вальверде Криштиану Роналдодай хэт-трик жасап отыр. Бұл сәттен кейін Месут Өзилдей болған ардагерлер Винисиуске алаңды бүркіттей жоғарыдан көріп тұрғандай пас шығарады. Бәрін алдап өтпекші болған ол қақпашыға сүрініп пенальти тебуге мүмкіндік алады. Доннарума несімен ұнайды. Оның сол пенальти ұстауынан осы сәтте есепті 4-0 еткізбей сақтап қалды. Дәл осы кезде Мбаппе бір күрсінгендей. Неге мен емес деп. Осы айтып жатқан шығарсыздар маған. Неге Реал Мадридтің ғана шабуылын айтып жатсың? Сити ше деп. Жалпы ең қауіпті соққы мына соққы болды. Оның өзі жас баланың қателігінен туындаған қауіпті сәт. Оның өзін Куртуаға қайтарды. Ал қалған кезде қауіпті сәттерді байқай қоймадым. Білесіздер ғой, Трент Александр-Арнольд Ливерпуль кезінде Докуға қарсы онша ойнай алмайтын. Жылдам шапшаң Доку оны шыр айналдыратын. Осы сәтте, осы ойында да ешнәрсе ерекшеленген жоқ. Алайда бұл жол Тренттің әріптестері дер кезінде оған көмекке келіп, қауіптің бетін қайтарып тұрды. Жалпы Ситидің барлық ойыншылардың дриблинг жасаған саны Докудың дриблингінің санынан аса алмады. Команданыкі 12, Докудыкі 13. Алайда Докудың 13 дриблингінің жетеуі ғана сәтті болған. Оның үстіне білесіздер, айып алаңына дейін кіріп, не әдемі соққы жоқ, не бағыты бар пас жоқ. Дәл соны оң қапталдағы Савиньо жайлы айта аламын. Жалпы осы екеуінен соны көп көремін. Тек қана жылдамдықпен алдау. Қалған пайдалы іс қимылды аса байқай бермеймін. Эден Азар, Неймар, Ройс, Салах, Мане, Ямальдар көбінесе қарап пасты бағытымен беретін секілді көрінеді маған. Ал сіздерге ше? Әйтсе жай толып тұрған ойыншылар ортасында тисе терекке, тимесе ботаққа деген пастардың нәтижесі өте төмен. Жалпы Пеп Гвардиола маңызды ойын кездері көп эксперимент жасайтыны, көп кезде сәтсіздікке келетіндей. Оның үстіне Сильва да, Родри де өзінің бар мықтылығын көрсете алмауда. Білесіздер ме маған не ұнады? Ол Реал Мадридтің бұл ойында бар күшін салып командалық ойын көрсеткені. Бауырдай алаңда бір-біріне көмек бергені. Бір қарасаң Брайм прессингпен жүгірсе, бір қарасаң ардагерлер артта жүр. Тағы қарасаң Вальверде екі жаққа шапқылап жатыр. Бұл менің позициям емес деген адамды көрмейсің. Тіпті рұқсат берсең, Куртуаның өзі прессингке шығып кететіндей. Жалпы Вальверде 3 гол салса, мен оның 3 жойқын соққы арқылы салғанын қалар едім. Себебі бұл жігіттің жойқын соққылары бөлек. Сіздермен бірге желі аяқтарынасым. Алдағы уақытта үлкен жобалар, Чемпиондар Лигасының кезең-кезеңдеріне шоулар және әлем чемпионатына бағытталған әдемі видеолар жарық көреді. Біз кеше емес, бүгін бастадық. Бізбен бірге болыңыздар.